Енді өткенде 16 сәуір күні мен осында кездесу өткізген. Сол кезде біраз сұрақтар болған. Кейін жаңа қабылдауда да жалпы 31 мәселе көтерілген. Сол 31 мәселенің 18-і өз шешімін тапты. Қалған 13-і шешілу үстінде. Ол қандай мәселелер? Айталық. Кейбіреулеріне тоқталып өтсем, қалғандарын слайдта көрсетіледі. Біріншісі Жетісай қаласында 5 қабатты 6 тұрғын үйдің ауласын абаттандыру үшін ұлттық қордан қаржы бөлінді. Ағымдағы жылы құрылыс жұмыстары басталады. Ералиев ауылдық округінің елді мекендерінің ауыз су жүйелері мен су өлшеу шкафтарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына қаржы бөлінді. Ғани Мұратбаев елді мекенінің ауыз су жүйелерінің ағымдағы жөндеу жұмыстарына қаржы қарастырылып, мердігер анықталды. Тиісті жұмыстар атқарылуда. Жылысу ауылдық округіне қарасты Сейфуллин елді мекенінің тұсынан өтетін облыстық маңызы бар КХ-9 автомобиль жолының бойынан ұзындығы 1,5 шақырымдық аяқ жол жұмыстары жергілікті бюджет есебінен қаржы бөлінді. Қыркүйек айында пайдалануға беріледі. Төртінші республикалық бюджеттен Қарақай ауылдық округінде Жетісай газ тарату станциясының салу үшін тиісті қаржы бөлінді. Аталған нысан пайдалануға берілгеннен соң Сейфуллин елді мекені табиғи газбен қамтамасыз етіледі. Бұл нысан келесі жылға өтпелі. Бесінші, Жаңаауыл елді мекенінің ауыз суын абай топтасқан су жүйесіне қосу үшін жаңағы судың кермектегін соны жөндеу үшін ағымдағы жылы бюджеттен 400 миллион теңге бөлінді. Жоба жалпы 3,5 миллиард теңге өте қымбат жоба. Бірақ басталды жұмыс. Көріп отырғандарыңызды, бұл жаңа айтқандай 31 мәселенің кейбіреуі ғана. Барлық мәселелер біздің бақылауымызда, оның барлық мәселелер шешілетін болады. Кейбір мәселелер шешу үшін заң аясында бюджеттен қаржы қарастырылу керек. Кейбіреулеріне жаңағыдай сметалық құжаттар дайындау керек, оған уақыт талап етіледі. 2022 жылы Жетісай ауданында жалпы құны 3,7 миллиард теңге құрайтын 4 мектептің құрылысы жүргізілуде. Жыл қорытындысымен бір нысан пайдалануға беріледі, 3 нысан келесі жылға өтпелі. Тұрғындарды үймен қамтамасыз ету мақсатында Жетісай қаласында 5 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде, ағымдағы жылы пайдалануға беріледі. Бұдан бөлек Жетісай қаласы аумағында 80 гектар жер теліміне инженерлік инфрақұрылымдық, яғни газ және кәріз жүйесін тарту жұмыстары жүргізілуде. Аудандық инженерлік инфрақұрылым жүйесін дамыту мақсатында 3 елді мекенде ауыз сумен қамту жұмыстары жүргізілуде. Жалпы құны 6,9 миллиард теңге. Ағымдағы жылы 2 миллиард теңгесі бағытталады. Нәтижесінде Мақталы ауылдық округі, Мақталы елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Қалған 2 нысан Жетісай қаласының су жүйелерін қайта құру, жаңа ауыл, Қараой, Ынтымақ, Атақоныс елді мекендері су жүйесі құрылысы келесі жылға өтпелі. Жылысу ауылдық округі, Жылысу, Баққоныс, Байқоныс елді мекендерінде жаңа құрылыстарға электрмен жабдықтау жүйелерінің салу және КТП орнату жұмыстары басталды. Нысан 2023 жылға өтпелі. Ауданда табиғи газбен қамтамасыз ету үшін 8 нысанның құрылысына 2,9 миллиард теңге бағытталды. Қарақай ауылдық округіндегі Жетісай және Ынтымақ ауылдық округіндегі Кирова газ тарату станциясы құрылыстары ағымдағы жылы пайдалануға біреуі берілуі мүмкін, екіншісі келесі жылға өтпелі. Жетісай қаласындағы Қожанов көшесіндегі орталық саябақ, өздеріңіз білесіздер, көптен бері айтып кеткен мәселе. Биыл 200 миллион теңге бөлінді. Жалпы 1,5 миллиардтық жоба келесі жылға өтпелі. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 2022 жылы 7 елді мекенде 35 жоба іске асырылуда. Асығата елді мекенінде 1 мектептің қосымша құрылысы жүргізілуде. Нысан ағымдағы жылы пайдалануға тапсырылады. Өркенді елді мекенінде футбол алаңшасының құрылысы жүргізілуде. Нысан ағымдағы жылы пайдалануға тапсырылады. Жылысу, Баққоныс және Байқоныс елді мекендерінде электрмен жабдықтау құрылысы жүргізілуде. Нысан ағымдағы жылы пайдалануға тапсырылады.
Жылысу, Баққоныс, Байқоныс, Алтын Кемер және Мақталы елді мекендерінде 32 шақырым болатын 38 көшеге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Қаржы бөлінді. Бұдан бөлек облыстық бюджеттен Қазыбек би елді мекенінде орналасқан аллея абаттандыру жұмыстарына қаржы бөлінді. Ол 23 жылға өтпелі. Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының күрделі және орташа жөндеу жұмыстарына жалпы 300 миллионнан теңгеден астам қаржы бөлінді. Аудан тұрғындарының негізгі күнкөріс ауыл шаруашылық саласы әрине. Ағымдағы жылы аудан аумағында 79-да 3000 гектар ауыл шаруашылық дақылдары орналастырылды. Мол өнім алуға әсер ететін негізгі мәселелердің бірі ол егіс алқаптарды мерзімінде және қажетті көлемде ағын сумен қамтамасыз ету. Өзбекстан Республикасына келетін Достық магистральды каналынан ағын су бұрынғы жылдары 50-60%-ға жететін болатын, оның көлемі биыл 90%-ға жетіп, қазір 95 кубический метр секундына ағын су жеткізіліп тұр. Ауданға одан 38-де 75 метр куб секундына тиесілі. Сонымен қатар Достық каналынан 18 метр куб секундына ағын су жеткізілуде. Сонымен қатар ауданда жұмыс орындарын құру жөнінде үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы облысымызда бұл бағытта 143 мың жұмыс орнын ашуды біз жоспарлап отырмыз 25 жылға дейін. Биылдың өзінде 33 мың жұмыс орны ашылу көзделуде. Еңбек бағыты бойынша облыс бойынша 70 мың адамға жұмыспен қамту шараларын көрсету жоспарлануда. Сонымен қатар мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орнын ашу үшін 8200 жаңа жұмыс орындарын биыл барлық аудандарда, қалаларда біз ашуға әрекет жасап жатырмыз. Енді ауыз су мәселелері бар, газ мәселелері бар, мектеп мәселелері бар. Жаңағы оның бәрін сұрақ жауап барысында жауап береміз деп ойлаймыз. Жалпы барлық аудандағы негізгі күрделі өзекті мәселелер біздің бақылауымызда. Жылдан жылға жағдай жақсарып келеді деп мен ойлаймын. Жаңа біз бір топ тұрғындармен кездестік, диқаншылармен кездестік, мына жерде сушылармен кездестік. Сондықтан барлық мәселелер кезең-кезеңмен шешіледі деп ойлаймын. Сондықтан осымен сұрақ жауаптарға көшуді дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Құрылыс бөлімінің бастығы айтты, мен әнімін дегенше оны кендірге қоямын да. Енді май айынан сіздерге беремін өтілер. Осы бар ма осында? Қаруан берген өтілер. Қайда оған? Мына тоқтан күзгеле жатыр. Әнімінен қыс басталады. Оны май айынан қалай береміз сол жұмыста? Қазір бастаман жұмыста. Дұрыс айтасыз, Шоқан Уәлихан мектеп туралы өткенде айтып едім ғой мен. Бірден айтпам мен ол мектепті. Қиындау мәселесі деп. Бір тоқтап қойған. Қазір не болып отыр? Мердігермен, алдыңғы мердігермен сотқа беріліп шарт бұзылған. Жаңа мердігер анықталған. Ол құрылыс басқарымен нетіп отыр. Шартқа отырып, қазір алдағы уақытта отырады. Жалпы алдағы келесі жылғы оқу жылына дайын болады. Тоқтар бар екен, немесе отпускама десек. Жауап бер жаңа. Біз биыл келісім шартты бұздық. Мердігер мекеме өте жауапкершілігі төмен сондай мекеме болып шықты. Оның жерде жаңағы істеген жұмыстарын бәрін тоқтатып, біз қазір қайттан жобаны қайтып түзету жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір жоба бір 2 айдың ішінде шығады, біз одан кейін конкурсқа береміз оны. Келесі жылы бітіреміз деп үстіп айтылған. Қазіргі уақытта осы мектеп бойынша қылмыстық іс қозғалды. О жерде антикор келіп, полностью құжаттарын алып, қазір полный тексеріліп жатыр. О жерде 325 миллион ақша қайда кеткен, қалай игерілген, сол бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Біз өз тарапымыздан жаңа қорғау органдары, прокурор бәр контрольға алсын. Мұндай мердігерді біз түбіне дейін жетуіміз керек. Ондай жауапкершілігі төмен адамдардың бәрін біз онымен айтқан келісімшарттардың бәрін өзіміз керек. Сондықтан бұны до конца надо довести. Енді ақсақал, сіз енді бұл жерде айта беруге болады, талап ете беруге болады. Бірақ заңның өзінің жолы бар ғой, заңдар. Ана мердігермен біз есептеспей, ол мердігер жауапқа тартпай,
ол жерде жұмысты бастау қиын. Сот болмай, біз енді сотқа айта алмаймыз ғой, қазір тез бір айдың ішінде шешіледі. Соттың өзінің процедуралары бар. Сондықтан енді ол барлық жерде сондай мәселе. Бірақ оның заңды жолдары бар ғой, оны бекерге айқайлап талап еткеннен ол шешілмейді. Енді ол өзінің жұмыс істеліп жатыр екен. До конца надо довести. Жаңағыдай майдасы деп айтқан жоқсыз ғой. Құрметті Өмірзақ Естайұлы, мен Қарабай Үсен, Жаңаауыл ауылдық округі, Жаңаауыл елді мекенінің тұрғынымын. Біздің ауылдың ауыз су құбырларының тозығы жетіп отыр. Осы мәселеге тиісті қаржы бөліп, құбырларды ауыстыруға ықпал етсеңіз өтінемін. Бұл Жаңаауыл ауылдық округінде жаңа айтып кеттім мен докладта. Өте күрделі мәселе. Қымбат 3,5 миллиард теңге тұратын проект. Соның 400 миллион биыл бөлдік. Қазір мемлекеттік сатып алу конкурстар өткізіліп жатыр. Биыл Құда қаласа соның құрылысын бастаймыз. Жаңағыдай өзі мынандай процедура бізде көп заңда. Сатып алу процесс жүріп жатқан кезде оған бірнеше жаңағыдай мердігер қатысады. Сол қатысып жатқан кезде оның неше түрлі нелер бар. Шарттар, соттасатындар бар. Жаңа бір мердігер ұтса, қалғандар барып сотқа береді. Болмаса прокуратураға береді. Одан кейін қайттан бұзылып, қайттан кетеді. Бір конкурс өту үшін 5-6 ай уақыт кетеді. Оны түсіну керек. Ол үлкен кемшілік әрине. Заңда солай жасалған. Біз оған қайта шығып жатырмыз, бірақ заң солай. Оған ештеңе жасай алмайды. Енді біз соны реттеуге әрекет жасаймыз, бірақ жаңа біреу арыз берсе, болмаса жаңағы финансовый органдар жаңағы оны бұзып жіберуі мүмкін конкурста. Сондай мәселелер бар енді. Ол енді әрине кемшілік біздің заңда қарастырылған. Оны жөндеу үшін біраз уақыт керек. Ал мынада қазір сол конкурс өтіп жатыр. Конкурс дұрыс благополучно өтсе, биыл басталады құрылыс. Осы оқу жылында атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың бар ғой, балаларына мектеп формасы, яғни киім-кешек беріледі ма биылға? Дұрыс, бұл мәселе өте өзекті қазір. Жалпы бізде республикалық бюджеттен алатын трансфертте ол ақша болу керек тұғын. Сол ақша енді министрліктердің арасында келіспеушілік берілмей қалды. Бірақ биыл жаңағыдай әңгіме шыққаннан кейін біз срочно порядке өткен аптада шешім қабылдап, басқа программадан алып 1 миллиард 900 миллион теңгені бюджетке салдық. Осы соның ішінде 52 мың жаңағы АСБ алатын жанұяларға ондай киім-кешек алу үшін балдарға оған жаратамыз. Келеді ол ақша. Прямо счеттарыңызға келеді. Иә, биыл қазір счеттарына таратамыз. 52 мың азамат бар бізде. Сондай солардың бәрін счетына барып түседі. АСБ алмайтындарға ше? АСБ алмайтындарға ол заң түрінде қарастырылмаған. Өмірзақ Естайұлы, мына сіздің келгеніңізге көп рахмет. Біздің осындай проблеманы шешіп беріп жатсыз. Біз мұны Мақтал ауылдық округі шалғайда тұрамыз. Оның жаңа Есқали шет жағасында жол мәселесі. Жол мәселесі болғанда бізде енді анау ішкі жолдар әбден тозған, бұрынғысы алай тұр. Оның жаңағы аяқ жол тағы жоқ. Осы мәселе, осыған бір ақша аударып берсеңіз болды, басқа мәселені көбейтін аламыз. Ақша аудару үшін мен қолды емес қой. Бірақ құжаттар дайындалу керек, депутаттар қарау керек мәслихаттан. Бұл елді мекен туралы білеміз жағдайда. Оған 300 миллион теңгедей қаржы керек. Қазір қаржы бөлінді, биыл жұмыс басталады. Ауыл ел бесігі деген программа бар. Сол арқылы кіреді бұл елдің Мақтауы. Құрметті Естайұлы, менде ұсыныс. Біздің аудан ең оңтүстік аудан жерде қауын дарбыз сондай жемістер көп егеді. Сол консервный бір зауытқа сол мәселе ашылса, қанша адамдар жұмыс болар еді. Ол жөнінде жерлерімізге сатып қойсаңыздар. Біз консервный завод ашу, ол енді жеке кәсіпкердің шаруасы. Дұрыс айтып жатсыз. Қауын бақша жалпы биыл жақсы, жылда жақсы өседі. Сондықтан егерде бір кәсіпкер табылса, осындай завод салам деп, біз көмектесуге дайынбыз. Ондай заводқа біз жаңағы коммуникация, электр қуатын, басқасын тартып беруге дайынбыз. Ол шынында керек жерге керек завод. Енді бақшаны айтып кетейін, биыл жағдай жақсы ғой биыл. Консервный заводсыз-ақ жақсылап пайда таптыңыздар ғой биыл. Жаңа біз диқандармен кездестік. Одан да дұрыс болды, дұрыс.
Қазір енді коробкасы 4000 теңгеден сатып атсыздар. Ассалаумағалейкум. Өмірзақ Естайұлы. Мына осындағы мен Жетісай қаласының тұрғынымын, Төрегелді Мұхтар. Сізге мына осы Жетісай ауданының төңірегінен индустриальный аймақ ашылып, мынау кәсіпкерлерге, өндіріс ашам деген кісілерге жер беріліп, соған қаржы бөліну, сол жер бөліну ықпал жасасаңыз. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, бізде халық көп шоғырланған, ал ол халықты жұмыспен қамтамасыз ету үшін бірінші өндірісті қолға алуымыз керек, өзіңіздің бағдарламаңызда бар. Ал енді осыған ықпал жасасаңыз, екінші мәселе, көктемде сәуір айында келгеніңізде сізге жазбаша түрде мен жазып берген едім. Мынау осы өндірістегі электр қуатының жаңа төленетін төлемақысын азайту жөнінде. Енді алысқа басқа мемлекеттерді айтпай ақ қояйын, өзіміздің Шымкент қаласының өзінде индустриальный аймақтарда 20-22 теңгенің төңірегінде ақша төленіп жатыр светке. А біз 30-35 теңге төлейміз. Сондықтан сол үлкен мәселе болар біздің мына өндірісте отырған кісілер. Содан сізге үлкен өтініш, осыған көңіл бөлсеңіз. Рахмет. Енді жаңа индустриальный аймақ дұрыс айтасыз. Бізде облысымызда индустриальный аймақ бар ба, біраз аудандарда, бірақ кейбіреуі өте тиімсіз орналасқан, жұмыс істемей жатыр. Бірақ бұл жерде Жетісайда істеу керек деп ойлаймын. Тапсырма берілген. Мынау Асығата елді мекенінде 50 гектар жер бөлінген. Сол жерде ол 50 гектар жетпейді деймін. Жан-жағын тағы зерттеу керек, расширять ету керек, сөйтіп индустриальный жаңағыдай парк салу керек деп мен ойлаймын. Оған керек қаржының бәрі менде өте маңызды нәрсе, бұған бөлеміз. Біздің ана индустрия бізде жаңағы кәсіпкерлерді қолдайтын қайдағы басқармамыз. Кім бұл жауапты? Сіз де бұны контрольға алсаңыз, Жетісайда ол керек. Жетісайда. Өйткені бұл жерде ол жүреді. Басқа адамдарда мен көріп жүрмін ғой, басқа адамдарда кейбір жерлер уставать етіп жатыр, ол түсінікті мүмкін ол ар жерде жүрмейді ол нәрсе. Мына жерде Мақтааралда жүріп жатыр. Жап-жақсы жүріп жатыр. Өмірзақ, мынау іріленген аудан кезінде индустриалды аймақ болған ғой. Сөйтіп бөлінген кезде Мақтааралдың территориясында қалып кеткенде ол Жетісайға жақын жерде орналасқан. Сондықтан біз Асығатаны таңдап сол жерден дайындап жатырмыз. Осы биылдан бастап осыны қолға алайық. Жаңағы электр қуаты бойынша жалпы бізде шешім қабылданған. Жаңағыдай өндірістік орындарға 33 теңгеден емес, 22 теңгеден беру керек электр қуатын. Сондай тариф орнату керек. Құрметті Өмірзақ Естайұлы, мен Жетісай қаласының тұрғыны Бейтөрек Таласқан Мырзабекұлы. Өзіңізге белгілі, Жетісай қаласында 40 мыңнан астам халық тұрады, ауданда 170 мыңнан астам халық тұрады. Осы орайда Жетісай қаласының орталығынан заман талабына сай спорт кешенін салып беруге ықпал жасасаңыз. Жетісайда 40 мыңнан астам халыққа бір кешен бар, спорт кешені, бірақ ол жетіспесіз. Мен өткенде келгенде тапсырма беріп кеткем. Жер телімі бөлінді. ФОК дейді ғой, физкультурно-оздоровительный центр Жетісай қаласына салуға мен уәде бергем. Құжаттар дайын болса, біз бастаймыз. Құрметті Өмірзақ Естайұлы, біздің Қызылтаң Байдалы ауылының 600-ге жуық оқушысы мынау Жетісай Шымкент маңызды жолы үлкен каналдан кесіп өтіп, көршілес Бірлік ауылында орналасқан Қожан мектебінде білім алады. Сон Қызылтаң Байдалы ауылына бір мектеп мәселесін қарастырып берсеңіздер. Ол белгілі мәселе. Мынау трассадан өтетін оқушылар өткенде де аудан әкімі екеуміз талқылаған. Құжаттар дайын болса, ол жерге мектеп салуға біз дайынбыз. Құжаттар керек бізге. Сондықтан рахмет келгендеріңізге уақыт бөліп.